патшалығынан Қыраға момалуға келгенше ұзақ сапар шектіңіз. Сіз сапар үстінде Ұлы Тәңір тауының терістігіне қоныстанған қазақ халқының арасында болып, сол халықтың көптеген мақал-мәтел ақылияларын көкейіңізге тоқып, шәкірттеріңізге үйреткен екенсіз. Сіз осы мақал-мәтел ақылияларды қайтар жолыңызда бұрынғы өзіңіз арасында болған халықтарға ақыл кеңес ретінде тарқатып айта кетсеңіз. Әулие жар болсын. Ұстаздырым, ендеше дереу жолға шығайық. Жол жөнекейімізге сол мақал-мәтел ақылияларды айта жүріңіз. Ұстаздырым, қане жолға шығайық. Жарайды ендеше. Қазақ халқы адал, ақпейіл, дарқан көңіл, дәнішпан халық қой. Мақал-мәтелдері қандай керемет демейсің бе? Қараңыз былай дейді. Дос басқа қарайды, ағайын деп, дұшпан аяққа қарайды, шалайын деп. У жасаған удан өледі. Келген досқа тар болсаң, келер досқа зар боласың. Заман түзелсе, жаман түзеледі. Bir екеу болса, дау төртеу болады. Өзгенің сөзіне сенгенше, өзіңнің көзіңе сен. Итпен жолдас болсаң, таяғыңды тастама. Танышы тас деседі, өтірік өсек бас кеседі. Ақыл жасқа бітпейді, басқа бітеді. Миы жоқтың сыйы жоқ. Ақылсыз бастың азабын аяқтатады. Ойлай берсең дана боласың, ойнай берсең бала боласың. Сұрай мекеге де барады. Міне көрдіңіздер ме, қандай тамаша ақылдар десеңізші. Жақсымен жүрсең жақсы боласың, жаманмен жүрсең бақсы боласың дейді екен. Мен мына бажеден алысырақ жүрсем деймін. Күнә істесең көбірек істе, тозақтың төрінде отырасың деп, қай-қайдағы пәле қазан басына өсте жүреді. Онан кейін жаман істен көрмейді, кісіден көреді деп бүлдірген шабасын бізден көреді. Балуан олақ батыр аңғал деген емес пе? Батыр болған соң атойлап алға шығам деп жүріп, аңғалдық істеп қоятын жерім де бар. Оны ұштас бірім де біледі. Жаман жақсыны шиламас деп осы маймылақ мені қағытып жүреді. Жақтырмаған бақсының демі сасық деген осы емес пе? Кезеден аяқ қоқ басады деп ұшып қонып жүріп, қай-қайдағы албасты шайтан тауып келетін осы қарғы сатқыр маймыл ғой. Ұстазы бақсы болса, шәкірті шайтан болады деген емес пе? Ұстаз бірім, осы сіздерде кәдік бар ғой деймін. Әй, баже. Жақсы өз басынан көреді, жаман жол басынан көреді деп болса ғой жамаған елден көріп жүр екен. Жақсы қыз сөйлесе дұрысқа көшеді, жаман қыз сөйлесе ұрысқа көшеді деп шармақ қыз келе жатқанын көрмейсің бе? Ағаштың жаманы қисық, адамның жаманы қырсық деген осы ғой. Болды.